Сәлем сөзінің анасы демекші, армысыздар құрметті көрермендер. Мен Тоқтарқызы Балсезім, Юрий Гагарин атындағы мектеп лицейінің 5-ші А сынып оқушысы. Және бүгін отбасы мен ата-ана функционалды оқушының қалыптасу тетігі тақырыбындағы менің отбасым сабақтастық, құндылық және мәні тақырыбындағы өз жобамды сіздерге ұсынамын. Отбасы бұл ұлттың тірегі. Және де отбасы табиғат сыйлаған кереметтердің бірі. Жеке адамның бойындағы ар-ұятын, ақыл-ойын, адамгершілігін және де мәдениеттілігін тәрбиелеуде отбасы алғашқы қадам. Отбасы бұл өте қажетті, басқа да еш нәрсемен өзгертуге болмайтын баспалдақ. Статистикалық мәліметтерге сүйенсек, қыздар арасында бүгін сауалнама алынды. Осы сауалнама қатысқан 50 респонденттің айтуы бойынша біздің алғашқы сұрағымыз: ұлы аналар танисыз ба? Осылардың 5% ғана тани алатындығын жеткізді. Ал біздің екінші сұрағымыз: аналармен бірге жасаған туындыларыңыз бар ма? Осылардың 10% ғана өздерінің туындыларын көрсете алды. Ал қалған 25%-ын осы оқушылардан бос уақытыңызбен анаңызбен бірге не істедіңіз? Осыған тек қана 25% ғана оқушылар жауап бере алды. Статистикадан туындап отырған мәселе қазақ қызын тәрбиелеу дағдылығының жоқтығы. Осы мәселені шешу үшін мен сіздерге өзімнің жобамды ұсынбақпын. Жобаның мақсаты отбасындағы қыз тәрбиесінің рөлін анықтау. Нәтижесінде тарихтағы ұлы аналардың даму жолымен бүгінгі заманның сабақтасқан функционалды тұлғасын қалыптастыру. Біз жоба барысында тарихи аналарымызды зерттей отырып, осы күнге лайықтап, білімді, функционалды сауатты тұлғаларды қалыптастырамыз. Сонымен қатар, ана мен қыз арасындағы байланысты нығайту үшін анам екеуміз неше түрлі іс-шараларға қатысамыз. Бірінші іс-шарада көріп тұрғандарыңыздай мектепте кітап оқу акциясына қатысып отырмыз. Ал екінші іс-шарада тарихи аналарымызды зерттеп, жұмбақтарымызға жауап беріп отырмыз. Ал қалған екі суретке анықтап қарасаңыздар, парасатты отбасы зияткерлік сайысына да қатысып отырмыз. Келесі видеода сіздер менің аяулы анамен бірге қатысқан парасатты отбасы зияткерлік сайысын көре аласыздар. Бұл сайыста біз анам екеуміз математика, логика, ағылшын, орыс тілдері, жұмбақ және мақал сайыстарына сынға түсіп, жүлделі бірінші орын иелендік. Бұл ана мен қыз арасындағы үкілі жіптің үзілмей нығаюына себепкер болған жарыстардың бірі ғана. Алда талай сын сағаттар күтіп тұр. Бұл жолда да тарихта ізін қалдырған аналарымыздың сара жолымен жүріп жеңілмесіміз анық. Әр отбасында бірлік пен береке болсын. Себебі әр бала бақытты болуы тиіс.